Кайрылы күн достар. Бүгін мен сіздермен үй жағдайындағы пряниктердің жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны сонына дейін қарап, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ұнымыздың кішкене бөлігін електен өткізіп аламыз. Және оның үстінен қантымыздың барлығын саламыз. Екеуін жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Және осы қоспаны үстінен араластыруды тоқтатпай, ыстық қайнаған сүтімізді құямыз. Түрішіп қалмайтындай етіп араластырамыз. Осындай кішкене сұйықтау масса пайда болады. Осының үстінен сұйық майымызды құйып араластырамыз. Бұны кішкене бір шетке қоя тұрамыз, толық суығанша күтеміз. Массамыз салқындады. Енді оның үстінен ұнымызды аз-аздан електен өткізе отырып салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен жұмыртқаның 2 сарысын қосамыз, ақуызын глазур жасауға алып қоямыз. Енді қопсытқыш және жарты шай қасық ванилинді қосамыз. Осыны жақсылап бірінші лопатканың көмегімен араластырамыз, кейін қолмен илеп аламыз. Он 15 минут демалдырып қоямыз. Он 15 минут өткеннен кейін осылай 2-ге бөліп, оқтаумен жаямыз. Қалыңдығы 1 сантиметр болу керек. Одан жұқа болса, біздің пряниктеріміз жақсы көтерілмей қалады. Сол үшін қатты жұқа етіп жаюға болмайды. Осындай қалыңдықта кесіп шығамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште алтын түске енгенше пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Енді суытып қоямыз. Қант ұнтағын, яғни сахарный пудрамен 2 жұмыртқаның ақуызын салып, қоюланғанша миксерлейміз. Печеньелер толықтай суығаннан кейін щеткамен барлық жеріне жағып шығамыз.
Барлығын жағып шыққаннан кейін 1 сағаттай бөлме температурасында толық кепкенше күтеміз. Достар, осымен біздің пряниктеріміз дайын болды. Егер менің рецептім сіздерге ұнаған болса, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.